Оқушылар, біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 11-ші зертханалық жұмыс тыныс алу үдерісін зерттеу жұмысын жүргіземіз. Бізге керекті құрал жабдықтар сынау қажет болады, кальций гидроксиді ерітіндісі қажет болады, түтікше, тамшылар және айна қажет болады. Сонымен жұмысымызды бастайық. Таза сынауға кальций гидроксиді ерітіндісін құямыз. Кальций гидроксиді ерітіндісі мөлдір түсті. Енді осы сынауықтағы ерітіндіге біз түтікше арқылы демімізді шығарамыз. Көріп тұрғандарыңдай балалар, таза мөлдір әк суы лайланды. Осыдан өздерің қорытынды шығарыңдар. Яғни адам демалған кезде қандай газ бөлінді және ол газ кальций гидроксидімен әрекеттескенде неге ол ерітіндіміз біздің лайланды. Енді келесі екінші тәжірибеміз, адам демалған кезде тағы қандай зат түзіледі, бөлінеді. Соны анықтау үшін біз қарапайым айнаға демімізді шығарып көреміз. Айнаның беті буланып жатыр. Яғни адам дем шығарған кезде көмірқышқыл газымен бірге су буын да бөледі екен. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.